Сонда бұрынғы әуеніне басқан еміш ағам менің барлық жерімді сипалап тұрып, күйеу бала не жұмыс істейді деп сұрады. Күйеуім пәлендей жұмыста, өзім мектепте мұғаліммін аға дедім. Бұл сенің 3-ші рет келуің. Қолымнан келгенді жасап жатырмын. Дегенмен, ең әуелі Құдайдың қолында. Алайда сен қыз балалы боласың. Мен соны сезіп тұрмын дейді. Рахмет аға. Аға рахмет. Егер мен сіз айтқандай балалы болсам, сізге 1 жылқы мінгіземін деп айтып жатырмын. Оны қойшы. Біздің басты мақсат сенің көтергенің. Сендей әдемі келіншекте бала болу керек деген ағам. Мен сенің ашып сұрай алмап едім. Айыпқа бұйырмасаң сұрайын. Күйеуіңмен бәрі жақсы ма деп сұрады. Онысына жақсы аға. Бізде бәрі жақсы деп қойып мен жатырмын. Жақсы болғанда қандай сонда? Күнде бар ма, әлде аптада қанша рет деп сұрады. Ағамның мұнысын басында түсінбей қалсам да соңында не сұрап тұрғанын білдім. Бірақ бөтен еркекпен ондай тақырыпта сөйлесу ұят екенін білемін. Сонда да маған бала керек. Ол дәрігер. Дәрігер сұрағанда ұялмау керек деп күнде күнәра бар ғой, аға деп айтып салдым. Әрине, қарындасым, әрине, сендердің жастарыңда тап солай болу керек. Ал енді сен маған мынаны айтшы. Менің емім ұнап жүрме саған деп сұрады. Білмеймін аға. Маған пайдасы тисе болды деп көңілімдегін айттым. Ұнауы тиіс, бірақ ұнаса да қыз келіншектер ұнады деп айтпайды. Егер саған ұнамай жатқан болса, мен осы жерден тоқтата салайын дейді ағам. Мұнысына не деп айтарымды білмей, ұят қысып біраз жаттым. Үндемегеннің ұнады дегенің ғой, солай ма қарындас деген ағам жалғастыра берді. Мен де көзімді тарс жұмып жата бердім. Ағам сонда тіпті де өршіп кетті. Саусағын іш киімнің ішіне салмаса да екі жағынан жанап өткізіп жатыр. Әрине, Турси дегенің балағы жоқ, саусағы кәдімгідей қынабыма тиіп жатыр. Бірақ мен сонда да үндемедім. Бетімді білегіммен басып жата бердім. Ағам қайта-қайта жанды жерімді сипай берді. Қынапта инфекция болса немесе қатты суықтаса, міне мына жерді саусағыңның ұшымен басып тұрып жіберіп қалсаң, қатты ауырады, деп кіндігіммен қынаптың ортасын басып тұрып жіберіп қалды. Мен оған қыңқ демедім. Ағам онысын 3 рет қайталап, қынаптың тап-таза қарындасын деп саусағын сонда апарды. Шыны керек, ол кісі маған ешқандай қисынсыз нәрсе істеген жоқ. Сөз салып, төсекке де тартқан жоқ. Немесе кездесіп тұрайық деп те айтқан жоқ. Істегені саусағын салып, қынабыма массаж жасады. Оны да жұқа қолғаппен жасады. Бітті. Соңында болды қарындасым. Тұра ғой, тағы да келемін десең келе бер. Бірақ алдын ала нөміріме қоңырау соқ, деп шығарып салды. Меңзең күйде барып көлікке отырдым. Ауыл арасы 90 шақырым дейтін. Үйге жетемін дегенше көзім ілініпті. Сондағы ағамның жасағаны басқаша еді. Ол кісінің алақанда кәдімгідей ыстық бар. Ыстық алақан жалаңаш тәніңе тисе ұнамайшы. Қызық екен ғой өзі. Ол кісінің сөзі де, өзі де қызық. Ал сипалағаны бәрінен қызық. Сол күні көңілім тасып отырып, ұйқылы ояу үйге жеттім. Бәрі жақсы еді. Бәрі ойдағыдай еді. Алайда қабағынан қар жауған енем шай басында бәрін құртты. Не бітіріп келдіңдер деп бастады. Емделіп келдік десем, несімен емдейді екен деп дөңк етті. Сол жерде мұның соңы айқай болатынын білдім. Білдім де үндемей отыра бердім. Қатыныңмен қосақтасып, әр тәуіпке қаңғығанша басқа қатын ал деген енем мені қойып баласына шүйлікті. Енемнің мінезі бұрыннан белгілі. Бірақ 8 жылда менің алдымда бұлай сөйлемеген еді. Бүгін ашықтан ашық айтып, көзіме баласына қатын ал деп отыр. Мұндай қорлыққа қалай шыдайсың? Менің басымды босатып, сонан соң алатын қатынын ала берсін, деп айтып салдым. Құдай-ау, осы бар ғой, менің шешем ақмақ. Өткендегі ісіне өкпелеп, әрең жүргенмін. Аттың басын жібердім. Ақмақ болмаса қызын үйіне шақырып, байыңа тоқал апер деме. Менің айтарым осы, балаң басымды босатсын. Сосын 10 қатын алса да бәрібір деп айқайға бастым. Тілің сумаңдаған сен қатының көзіңді құртамын дейді енем. Құртамын деп әуре болма, бұл үйден өзім ақ кетемін дедім.
кететін болсаң сені біреу ұстап тұрма дейді. Сен маған арашы түспейсің бе деп ұрсып бердім күйеуіме. Бұл бейшараның қойшы сен дегеннен басқа айтатын сөзі жоқ. Әкең сияқты ез екенсің деп жекіп жібердім. Олай демесен деп жалт қарады. Өзің ойлашы, осы кезге дейін мен саған қатты сөйлеп көрдім бе? Әлде шешеңе сөйлеп көрдім бе? Сөйлеген емеспін ғой, бірақ мұнан кейін сөйлейтін боламын дедім. Сонда кінәні менен іздеп жүргенімді өзім де білмеймін. Сірә менің байымда кінәрат бар ма өзі? Ол бейшара адуынды Еркетай қауқары бар жігіт қой. Сонда кінә менен болғаны ма? Жоқ, менен емес сенен. Мен болса қаншама дәрігерге бардым. Біреуі болмаса біреуі айтар еді ғой. Анау ағамда барлық сараптамаларды қарап шығып, денің сау деген. Ертең емші ағаға апарасың. Жұмысыңнан жауап сұрап кел, дедім күйеуіме. Жауап бермейтін шығар. Көктем болған соң жұмыс қауырт боп жатыр дейді. Сонда да сұрап көр. Берсе бергені, бермесе өзім барамын деп моншаға кірдім. Ал енді ертесіне үлкен жолға шығып таксиге отырдым. Қарасам ешкім жоқ бүгін. Адам болмаған ба деп қоямын. Аға деп есікті тақылдаттым. Жауап берген ешкім болмады. Жаймен ашып басымды сұқтым. Кабинетінде ағам жоқ екен. Телефонымды алып қоңырау соқтым. Иә, жақсы, қазір барамын деп қоя салды. Осы бүгінгісі де бұрынғыдай болды. Ағам барлық жерімді сипап уқалап берді. Менен басқа ешкім жоқ қой, аға деп сұрадым. Ұзақ жолдан түнде келдім. Ұшаққа билет болмай пойызда қайтып едім. Қатты шаршаппын. Сол үшін адам қабылдамадым дейді ағам. Менің сізге келіп жүргеніме 4 ай болды. Бірақ мен көтермедім деп сұрадым. Құдайдың бұйрығы бар. Сол күні көтересің дейді ағам. Аға, сіз маған шыныңызды айтыңызшы. Бұл менің күйеуімнен емес пе деп. Сіз оның да сараптамаларын қарап шықтыңыз ғой деп сұрадым. Мен де соны түсінбей жүрмін деген ағам мұндай жайттың аракідік кездесіп тұратынын айтты. Сонан соң әңгімеміз басқа арнаға ауысты. Өйткені енемен арамызда болып жатқан проблемамды айттым. Шариғат бойынша мұқтаждық болса да, болмаса да мұсылман адам 2-3 қатын алуына болады дейді. Ол заман өтіп кетті деп қоямын. Қысқасы, қарама-қарсы отырып біраз сөйлестік. Соңында орнымнан тұра беріп, басқа күйеуге тисем балам болатын шығар. Аға, себебі менің денім сау ғой деп сұрадым. Әлі жассың ғой, тағы да бір шама күт, қарындасым, болмай жатса көрерсің дейді ағам. Шынымды айтайын, осы барғанда ағама берілемін деп бармадым. Бірақ қарсы да бола алмайтын халде бардым. Алайда массажын жасап, бойымды біраз балқытқан ағам әріге бармады. Осының өзіне қанағат деп мен кеттім. Осылайша күндер зулап өте берді. Ағам айтқандай бала көтермедім. Сонан соң ағам да ұмыт бола бастады. Айтқаны келмеді деп өкпелеген болдым. Сөйтіп жүргенде жаз бітіп көз келді. Қарбалас мектеп қайта басталды. Енемен арамыз ушыға берді. Өз асын өзі пісіріп жеп, жатып қалатынды шығарды. Бір күні жұмыстан келсем, үй алдындағы кереуетте төсегім тұр. Біраз дүниені шығарып, үйіп қойыпты. Ырымдап алған бесігім де бар еді. Оны да шығарып лақтырыпты. Бұл не қылғаныңыз деп кіріп бардым. Айтқаныма көнбейді екен. Ондай баланың керегі жоқ. Әне төсектерің, әне киімдерің, өкшелеріңді көтеріңдер дейді енем. Ол азай өз қолым өзі көтімде тазалауға жетеді. Қызметің керек емес, кет жоғал дейді. Бұл біздің бет жыртысып, бетіміз ашылып кеткен кез еді. Аттың басын мен де жібердім. Сонда қатты долданған енем аяқ киім лақтырды. Онысын өзіне қайтып лақтырдым. Екеміз екі кештіктің ортасында біраз жерге бардық. Сөйтіп, арпалысып жүрсем, біреу келіп иығымнан түрткендей болды. Жалт қарасам, артымда атам тұр. Келінжан, мына кілтті алып, анау үйге бара қойыңдаршы деп сыбырлап жалынып тұр. Қолынан жұлып алып, қалтама сүңгіттім. Бірақ ол үйде бір жас қыз тұрады. Соған жалға бергенмін. Сол түні көлігімізге жүгімізді тиеп, сонда бардық. Енемнің ойы бізді ажырастырып жіберіп, баласына басқа қатын әперу. Онан баласы қарсы, мені жібермеймін дейді. Енем оны менен көреді. Қысқасы, күтпеген жерден мен осылай бөлек шықтым.
Қаладағы абысыным қоңырау соғып қал сұрап жатты. Айтпай-ақ қойшы, мен де оның талай қызықтарын көргемін. Шыда келін, сабыр ет дейді. Ал енді ертесіне-ақ біздің ауыл шу ете қалды. Мектептің өсегі бір бөлек. Кеткенің дұрыс-ақ, сенің енең жауыз қатын деп сыбырлағандар болды. Мына жұрт бекерге Байбек қатын демейді ғой. Менің де жүйкемнің сыр бергені сонша, мен де Байбек келіншек болып бара жаттым. Сонымен бөлек кетсем де аштан өлмейтінімді білдім. Айтып ем, жалақым біраз мұғалімнен жоғары болатын. Күйеуім де жұмыс істейді. Оның да табысы бар. Үлкен үйде айналдырған екеуміз ғана. Бір бөлмемізде медик қыз бар. Мен ол қызды сіңілімдей көріп, достасып кеттім. Ол менің сырласым мен мұңдасым айналды. Бала асырап алсаңыздар болады ғой тәте дейді бір күні. Ол әрі сауап болады, әрі бала болады, және де өкімет ай сайын ақша беріп отырады. Салық төлемейсіз. Біраз үлготтар қарастырылған дейді сіңілім. Мұны естіп алып, сол түн-ақ бала асырап алайық дедім күйеуіме. Алсақ алайық деп қоштай жөнелді. Осыдан кейін бала аламыз деп зыр жүгірдім. Негізі жетімдер үйінен бала асырап алуды өзім де білетінмін. Бірақ өзімнің құрсағымнан үміттеніп жүрген едім. Алайда уақыт өте келе үмітім үзіле бастады. Сол үшін біраз есік қағып зыр жүгірдік. Өйткені біздің елде жетім баланы алу да оңай емес екен. Ең бірінші ақыл естерің дұрыс деген анықтама керек деді. Оны апардық. Онан жалақыларыңды есептеп көреміз деді. Одан да анықтама жинадық. Әйтеуір біраз жерге жүгіртіп табанымыздан тоздырды. Соңында өз аттарыңда үй болу керек. Оның ішінде мынандай жағдайлар жасалған болу керек деп қуып кетті. Міне, осы жерге келгенде енем біздің аяғымызды тұсап үйдің құжаттарын бермей қойды. Ол құжаттарды сотқа берсем де ала алмайтынымды түсіндім. Себебі үй атамның атында болып шықты. Енем тірі тұрғанда атам бізге құжат бермейді. Бергісі келсе де бере алмайды. Осылайша бала асырап алсақ деген арманымыз көкке ұшты. Аяқ асты үй сатып алатындай ақшамыз болмады. Басында баспанаң болмаса бала бермейді. Ол үшін арнайы заң бар екен. Бір сөзбен айтқанда 4 құбылаң тең болу керек деген сөз. Бала туу проблемасы онан мектеп программасы деп басым қатып жүргенде саршұнақ аяз соққан желтоқсанның соңы болды. Бұл 2-ші тоқсанда аяқтап жаңа жылға дайындық басталған кез еді. Үйіме барып келемін деген үйдегі сіңілім такси келеді деп қалған. Менің де сол күні коллективпен отырысымыз болып үйге кеш оралдым. Сөйтсем, жайнатып үстел жайған сіңілім мені күтіп отырып екен. Сонда жаңа жылмен құттықтап болып үйге кетемін деп едің. Кетпепсің ғой деп сұрадым. Бораннан жолдар жабылып, таксилер жүрмей қалыпты дейді. Бірақ бұл қыз шынымен де кеткісі келсе кеше алдыңғы күндері кетпей ме деп жүрегім қылп ете қалды. Өйткені ішімде 100 грамм коньяктың буы бар. Сол қызғаныш деген қызыл итімді түртіп оятты. Және де болмаған ағам қандай жақсы адам. Өте момын жігіт деп бірнеше рет айтқан. Әй, осы қыз менің байыммен деп ойлап қойып, дайын тұрған үстелдің бір шетіне отыра кеттім. Содан бір тәтті виноның мойнын үзіп, екеуміз сіміре бастадық. Бұл да сол күні коллективпен отырысқа барыпты. Аздап ұрттаған екен. Сонымен ішкен қыздардікі белгілі. Әңгімеден әңгіме шыға бастады. Ананы мынаны айтып қуып отырып, жасың 21-ге келді ғой. Байға тимейсің ба? деп сұрадым. Жібі түзу жігіт жоқ тәте деп қояды. Жүре берсең кеш қаласың, жасың өтіп кетеді. Айтпады деме деп ескерткен болдым. Терапевт Әбдірайымов деген бар ғой. Сол кісі маған тоқалым бол деп қоймай жүр дейді. Сен сонда онымен болып қойғансың ба деп сұрадым. Жоқ, Құдай сақтасын. Ол менен 17 жасқа үлкен еркек қой. Әкеммен сәл кіші деп шошып кетті. Деп барып сөйлей бергенімде мен жігітпен болғанмын. Бірақ ол жігіт қаланыкі деп дөңгеткізді. Мына ішімдік дегенің құдіреті осы ғой. Ішіңдегінің бәрін айдап шығарады. Мына қыздың ағынан жарылып отырғаны ішіндегі жоғары градустың арқасы. Әйтпесе бұрын соңды мұндай тақырыпта сөйлескен емеспіз. Сол үшін
тұрмысқа шықпай жүрсің ба деп сұрадым. Жоқ, өзімнің шыққым келмейді деген қыз алдындағы рюмканы көтеріп тастап аузына шоколад салды. Мен көзім сүріліп отырып қарап қалыппын. Мына қыз деймін да. Болары болған болса, бізге бір бала туып берсе болмай ма? Осым дұрыс шығарау сірә. Мен қарнымды байлап жүрсем, кім біліп жатыр? Мұндай жолмен балалы болғандар бар ғой. Тәте, сіз де алып тастаңызшы, деп сызыла сөйлеген қыздың дауысы ойымды бөліп жіберді. Содан саусақтарым дірілдеп, вино құйылған рюмканы көтере бердім. Сөйтіп қызыл виноның корпоративте ішкен коньягыма қосылып, құтыртып шыға келді. Бұлайша айтқанда, аямай бастан тепті. Аяқ қолымнан жан кетіп, тілімді шайнап, міңгірлеп бастадым. Сіңілім, саған бірдеңе айтсам ренжімейсің ба? О не деді? Дейді. Бұлар мына о не деген сөзді көп қолданады. Бізде олай айтпады. Әр елдің салты басқа дегеніңіз осы. Не болғанда сен маған бала туып берсе, деп қалжыңдаған болдым. Қойыңыз тәте деп күліп жіберді. Пәтер ақысын сұрамаймын. Әдемі қымбат шуба әперемін. Үйтемін, бүйтемін деп сымпылдап жатырмын. Сөйле тілім, сөйле ғой. Ішіңде жын шайтанның сідігі барда сөйлеп қал. Құдай-ау, пәтер ақысы деп аузымды толтырып айтқанымдағым көті қураған 20 000 теңге. Бір үйдің бір бөлмесінде тұрса, онан артық не сұрайсың? Оның өзі ұят сияқты көрініп жүрген. Жоқ ей тәте, қайдағыны айтпаңыз, қойыңызшы дейді. Сонан соң жанына жақын отырып, сіңілім, былай болсын, екеуміз апалы сіңілі болайық. Мен саған көмектесіп тұрайын, бәрібір тескісің ғой деп айтып жатқандарым есімде. Әрі қарай аяғым аспаннан келіп, аударылып түсіппін. Ол не айтты, не қойды, білмеймін. Тек таңертең оянғанда қатты мас болғанымды түсіндім. Төсегіме айналдыра құсып, оның үстіне аунап тастаппын. Мәссаған, мені біреулер ұлағатты ұстаз дейді ғой. Менің құсып түшіп жатсым, мынау, қандай жиіркенішті еді. Басым дыңылдап, ауырып өліп барамын. Миымның ішінде 1000 еркек көкпар тартып, төбелесіп жатқан сияқты. Әй қыз, менің байым қайда? Оның жоқ екенін білгенде, әрең жатсам да орнымнан атып тұрдым. Алайда өзімнен өзім жиіркеніп барамын. Бөлмемнен шығып, ваннаға жүгірдім. Бет жүзімді жуып, киімдерімді ауыстырып, төсек жапқышымды кір жуғышқа лақтырдым. Сонан соң ғана байымды іздеп қонақ бөлмеге бардым. Түндегі үстел сол қалпында қалыпты. Анау бұрышта бөк түсіп, жап-жас қыз ұйықтап жатыр. Ол да құсықтан кенде болмапты. Жатқан жерін жайпап тастапты. Әкеңнің үйінде жатырсың ба? Менің байым қайда деп сұрауға шақ қалдым. Өзім әрең жүрмін. Басым сынып барады. Содан тәлтіректеп барып, телефонымды алдым да байымды іздедім. Папаның жанында қалдым ғой. Сенде бәрі жақсы ма? Корпоративің қалай болды деп сұрап жатыр. Жақсы өтті, дедім де, уф деп жата кеттім. Әрі қарай сөйлеспегендей шамам жоқ дедім. Байымның әкесінің жанында жатқанына қуандым. Мына қыздың жанында жатқанын көрсем, не болар еді деймін. Көзім бақырайып жатып, әлденелер еміс-еміс есіме түсе бастады. Маған бала туып бер деп, мына қызға айттым ба деймін. Әлде ол менің түсім ба еді? Жоқ, түсім емес ау. Өңімде айтқан сияқтымын. Егер айтқан болсам деп, өзімше есептей бастадым. Бұл бізден бар жоғы 8 жасқа кіші қыз. Ана өзінен 17 жасқа үлкен шал терапевт қыңқылдап жүр деді ғой. Оған қарағанда біз бұнымен қатарлас құрдастар сияқтымыз. Сол күні күн ұзақ бұл қыз ұйқысынан тұрмады. Қонақ бөлменің есігін қапсыра жауып, мен де ауырып жаттым. Мына сайтан алғыр арам сіздікті неменеге сонша іштім екен деймін. Анау күнде ішетін маскүнем еркектерге рахмет дейін. Олармен бір төсекте жататын қатындарына мыңда бір рахмет. Бұл арақта адам қызғатындай тәтті дәм болмаса, ішсең, абыройыңды айрандай төксе ертесіне өлейін деп ауырып жатсаң, мына жұрт осы пәлеге неге сонша құмара? Кешке дейін тырп етпей жаттым. Өйткені қозғалуға шамам келмеді. Құдай-ау, бір түнде аузы басымды ұшық қаптап, қалтырап, дірілдеп қалпақтай ұштым.
Қыз жатқан қонақ бөлмеде кіру түгілі есігін ашқым келмейді. Ашсам жүрегім айнып құсып жіберетін сияқтымын. Ал анау қыз сес шығармай әлі жатыр. Ол сорлы өз бөлмесіне жете алмай отырған жерінде құлаған. Бүгін мереке ғой. Бүгін 31 желтоқсан. Телефоныма біраз адам қоңырау соғып хабарлама жазыпты. Оған қарайдың мен бейбақта шама жоқ. Құттықтаған анама да жауап жазбадым. Үйге қайт, сен жаныңда жатсаң әкең тұрып кете ма деп жаздым күйеуіме. Бір айдай болды. Атамыз ауырып төсек тартып жатқан. Сол үшін күйеуім күнде күнара барып келіп жүрген. Төсек тартып жатыр дегеніне мен де бір рет барғанмын. Сонан соң қайтып есігін ашпадым. Онда да Құдайдан қорыққанымнан барып едім. Обалынан не керек, 8 жыл бірге тұрып атам маған бір ауыз қатты сөйлеген емес. Атам өте жақсы адам. Пайғамбар өткен жасқа жеткенде дертке шалдықты. Күйеуімнің үйінде түнеген себебі осы еді. Қысқасы, күн кешкіргенде меңіреу болып жатқан қыз оянды. Ваннаға барып салдыр-гүлдір шомылып жатыр. Әйел адамның арсыз судан ішкені дұрыс емес-ау деймін. Мені қойшы, ішімде күйігім бар. Бір балаға зарықтырған шерім бар. Мына қызға не жоқ деймін. Әбер болғанда байым келемін дегенше қыз қонақ бөлмені тазалады. Терезелерін ашып, кесе шайнектерді ас бөлмеге тасып жүр. Оны салдырлатып, бір шеттен жуып жатыр. Онан зырылдатып, саңшорғышты қосты. Сөйтіп біраз күйбеңдеп жүріп менің бөлмемнің есігін қағып, тәте, ашшылау ғып сорпа пісірейін ба деді. Не пісірсең де ащы бірдеңе жегім кеп жатыр деп дауыстадым. Ағам ше, ағам келе ма екен деп сұрады. Мына қыздың ағасында не жұмысы бара? Ағам деп тұрғаны менің байым ғой. Ағаң әкесінің үйінде. Не пісірсең де тезірек пісірші. Қарным аш дедім. Жарайды тәте, ағам келмейтін болса екеумізге ғана пісіремін деген қыз ас бөлмеге барып қазан көтерді. Біраз жаттым да басымды ұстап соңынан бардым. Әртүрлі дәмдеуіштер қосқан сіңілім буын бұрқыратып сорпа қайнатып бастады. Тесіле қарап біраз отырдым. Осы қызға түндегі сөзді бекер айтқан сияқтымын деймін. Шынымды айтсам, айтқан-айтпағанымды нақты білмеймін. Біраз бәсе деп қоямын. Айтқан болсам, сіңілім маған сол жайлы айтар еді ғой. Бұл кешегі күн қатты боран болып, жолдар жабылып қалғанын айтып жатыр. Қысқасы өзім айтып, өзім қызғанып, басым ашылғанда бұлқан-талқан болдым. Сол үшін өзі үндемесе өзім айтпаймын деп шештім. Ал егер айта қалса, деп жуып шаймақпын. Өйткені қазіргі жастарға сенім жоқ. Бұларға ақша болса болды. Оның үстіне қымбат шуба дедім бе, әйтеуір біраз нәрсе абешат етіп тастаған сияқтымын. Сол күні тамақ піскенше күйбеңдеген қыз ештеңе етемеді. Не десін, көріп тұрмын ғой. Бұл байғызда басы ауырып өлейін деп жүр. Онан менің де аузы басыма жара шығып, жетісіп тұрғаным шамалы. Бастарымыз сынып, отырып тамақ іше бастадық. Көлігі көрілдеп, үстімізге күйеуім кіріп келді. Әкең қандай екен деп сұрадым. Әкем жақсы деген күйеуім сырт киімдерін шеше бастады. Сенің сол әкеңнің орнына шешең ауырса болмай ма деп шаңқ еттім. Үстел басында отырған сіңілім басын көтеріп таңдана қарады. Бірақ екеуі де дымын үндемеді. Содан бет жүзін жуған күйеуім келіп үстелге жайғасты. Шешең тамақ бермеді ма деп кекеткен болдым. Күйеуім сонда да үндемеді. Сіңілім тұрып бір кесе сорпа құйып алдына қойды. Онан үстел шетіндегі түннен қалған тәттілерді ысырып қойды. Жаңа жылдық демалыс бітсе қалаға алып кетемін. Әкемнің жағдай ауыр дейді күйеуім. Құдай мұның қиюын қиып, ойуын ойып, бәрін кестіріп тұрғандай. Сіңілім тұрып, аға, біздің үйге барыңыз деп қояды. Яғни пәтер жалдап жүрмей, менің үйімде қоныңыз деп отыр. Ол аз десеңіз, жол ашылса мен де қалада боламын. Таныс профессорларым бар. Әкеңізді апарып көрсетейік дегенді қосты. Мына қаншықтың менің байымды тартып алмақ ойы бар ма? Жуылмаған қасыққа ұқсап, сөзге араласып кеткені несі? Мұнан біреу пәтер мен профессор сұрады ма?
Әйтеуір аға жақсы адам деп қоймаушы еді. Бұл екеуі сыртымнан сипасып жүрген болмасын. Ауру адамды қабылдай береді. Емханада демалыс деген жоқ. Кезекші врачтар бар. 3-ші қаңтар күні апарамыз деп ескерткен болдым. Сабағың ше дейді күйеуім. Сабақ 10 күннен кейін ғой. Есің ауысып қалды ма дедім. Демейше, сабақ деп мені тастап қыз екеуі тайып тұрмақшы шығар. Мен ондайға ешқашан жол бермеймін. Армандамасын. Қысқасы, бір түндік арақ оның құдіретімен айтылған өсек мені тығырыққа тіреді. Өйткені күйеуім мына қызбен әмпей-жәмпей боп кетсе қайтемін. Бір бала туып берсе бітті ғой. Мен далада қаламын. Қап, мына тесік қызға түндегі сөзді бекер айттым ба деп қалдым. Еркек дегенге сенім жоқ. Қыздарға тіпті де сенім жоқ. Әнеу бір оқиға естеріңізде болар. Туған жездесімен бір үйдің 3 қызы таласып жатып, сонда мына қызға жол болсын. Тәте деп алдап қойып тымпиып жүрмесін. Құдай сақтасын. Ойымды айтамын деп кәрі кемпірдей ойнақтап қалмайын. Ол дұрыс емес. Тәте деп күліп алды. Бұл 3 күннен кейін болған әңгіме. Ертең атамызды алып қалаға шығамыз деп отырған едік. Үйде екеуміз ғана қалғанбыз. Күйеуім әкесіне кеткен. Қай жері дұрыс емес деп білмегенсіп сұрадым. Біреу туған баласын басқа біреуге бермейді ғой дейді. Сонан соң өзінің жеңгесі болғанын, оның ұлы болмай тағы бір жеңгесінің ұлын сұрағанын, ол жеңгесі бермей қойғанын айтты. Беретіндер де бар, сіңілім, дедім. Білмеймін, бар болса бар шығар. Бірақ мен өзім туған баламды ешкімге бермес едім дейді. Әрі қарай суррогат ана болу Құдайдың бұйрығына қайшы келетін айтқан қыз бір жағынан қуантып қойса, екінші жағынан ойландырып қойды. Өйткені менің байымнан туып ала ма деп қорықтым. Айтып болмайды. Мына заманда бәрі де мүмкін. Егер де солай болып жатса, енем менің құйрығыма қос аяқтап теуіп, мына үйден қуып шығады. Сосын бала туып берген қызды өз үйіне кіргізіп алады. Мына үйді сатып жібереді. Бұл деген не құшағыңда байың жоқ, не құндағыңда балаң жоқ. Қолбасыңмен далада қалдың деген сөз. Сол үшін мына қызға байымның тамақ шайын бермей ақ қой деп айтуым керек. Соңғы кездері сондай болып барады. Мен жұмыста кезде шай тамағын беріп, қарнын тойғызып қояды. Бүйте берсе бір күні құшағынан бір-ақ шығарады. Қыз емеспін, қалалық бір жігітке бердім деп ұялмай айтқан қыздан жақсылық болу қоймас. Өзінің тесік екенін өзі айтып, ол үшін қайғырмайтын тексіз қыздан қорқу керек. Мен сорлы алданып қалсам, қарабет боламын деп қатты қорқушы едім. Әйтпесе универде жүргенде қипақтаған жігіттер болды ғой. Ал мына қыздың ұялатында, қайғыратында түрі жоқ. Тіпті ойланбайды да. Сіңілім, келісімшартың қашан бітетін еді? Әлде сөз создырдың ба деп сұрадым. Мұнда да өзі айтқан. Тағы 5 жылға отырсам деп жүрмін деген, сол үшін сұрадым. Өйткені бұл қозан ертерек құтылу керек.